Сәлеметсіздер ме? Мен атым Аликова Аружан, мен Сейсенесің орта мектебінің 9 сынып оқушысымын. Бүгінгі жобамның тақырыбы ақын қымбатшылығы. Жобаның мақсатына келетін болсақ, оқушының ойлау және есте сақтау қабілетін дамытуға және туған өлкенің таңғажайып табиғатын аялауға және экологиялық тәрбие беруге баулиды. Жалпы қоршаған ортаның бүтіндігін сақтау үшін біздер оның моральдық жақпен өз көзқарасымызды құрастыруымыз керек және қазақ халқының табиғатпен қарым-қатынасы жалпы туған тарихымызбен байланысты екенін ұмытпауымыз керек. Жалпы ақын туралы айтып кететін болсақ, ол таңғажайып көз тартатындай жер. Ол ақынды нағыз қымбатшылығына деген себебім оның текст статьяларындағы кейбір романдар мен тоғайлар жақсы көз тартады және ол жақтан қой бүлдірген, шаңғы және бүлдіргендер кең таралған. Жалпы ақын қымбатшылығын тамашалауға жан-жақтан туристер келсе және олар табиғат ананы құрметтеуді және экологиялық әдепті жақсы біледі. Енді сол серуендеушілерге, туристерге, саяхатшыларға біздер киіз үй құрсақ және соған жан-жақтан үстел қойып, киіз үйдің ішіне жалпы ақынның тарихын, табылған қазба жұмыстарын іліп қойсақ керемет болар еді. Мысалы, киіз үй құрамы және сыртқа шығып самаурынмен шай беруге болады, оның бәрі бизнес. Жалпы бизнестің жоспарына келетін болсақ, қоршаған ортаны сақтауға байланысты жас эколог ұйымын ашу, оған құралдар алу және киім алу. Және екіншіден, ауыл аймақтағы басқа жерлерге де сол идеяны айту. Жалпы бизнес жобаның сметасына келетін болсақ, ол киіз үй 40 мың теңге, самаурын 10 мың теңге, самаурын тұлпасы 10 теңге, сонымен қатар киіз үй ішіндегі плакаттар 12 мың, дөңгелек үстел 8 мың теңге, киіз немесе төсеніштер жаңа киіз үй іші 16 мың теңге, және қауіпсіздік ережелері тұратын тақташалар 13 мың теңгеден алуға болады. Жалпы қорытындылай келе, адам мен табиғат егіз болып келеді. Біздің кезімізде ата-бабаларымыз жер қазына, су, алтын, мал байлық деп осылай айтпаған. Себебі былай қарап тұрсаң, біздің ішетін суымыз, демалатын ауамыз, жазатын жалпы қағаз, барлық қолданған заттарымыздың бәрі бізге табиғат сыйға тартқан. Және біз соны ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып беріп, оны сақтап қалуымыз біздің міндетіміз, міндетті түрде. Және Қазақстанда бүгінгі таңда көптеген қорықтар ашылды. Сонымен қатар Қызыл кітаптағы енгізген өсімдіктер мен жануарларды біздер ары қарай көбейтіп қорғап қалсақ,